Азияның орталық бөлігінде, шалғай бір түкпірде ұлан-ғайыр далалар мен биік таулардың арасында әлемнен оқшау орналасқан Монголия елі бар. Бұл жер бетіндегі ең көшпелі және ерекше мемлекеттердің бірі. Көптеген саяхатшылар мен шытырман оқиға іздеушілердің қиялын баурап алған бұл ғажайып мекен енді сіздің назарыңызға ұсынылады. Ендеше жер шежіресі арнасының жаңа бейнебаянында Монголияның құпияға толы таңғажайып мәдениетін бірге ашайық. Баяғыда Шыңғыс хан басқарған тарихтағы ең ұлы әрі қуатты империяны құрған бұл ел бүгінде көне көшпелі дәстүрлерін сақтап келе жатқан ерекше мемлекет болып табылады. Малдарының көші-қонына ілесіп өмір сүру салты моңғол халқының ғасырлар бойы үзілмеген бірегей мәдениетінің айғағы. Сонымен қатар елдегі дәстүрлер мен наным-сенімдердің алуан түрлілігі Монголияның мәдени ерекшелігін одан әрі айшықтайды. Мысалы, кейбір тайпаларда әйелдер бірнеше сүйікті таңдауға ерікті. Бұл көшпелі неке деп аталатын дәстүрмен байланысты. Бұл өзгеріп жатқан әлемде мәдениетті сақтау қабілетінің дәлелі. Сондай-ақ кейбір аймақтарда қыз алып қашу немесе ұрлап үйлену дәстүрі әлі күнге сақталған. Бұл көне салтты кейінірек толығырақ таныстырамыз. Монголияның тарихи байлығы ғана емес, табиғи сұлулығы да көздің жауын алады. Әйгілі Гоби шөлі, ғажайып таулар және Монголияның көгілдір маржаны аталатын Хөсгөл көлі сөзсіз таңғалдырады. Монголия Азияның жүрегінде орналасқан алып мемлекет. Оның тарихы мыңдаған жылдар бұрын басталған. Бастапқыда бұл өлкеде аң аулау, балық аулау және мал шаруашылығымен айналысатын көшпелі тайпалар өмір сүрді. Кейіннен тайпалар бір ортақ басшылыққа бірігіп, ішінен Шыңғыс хан сияқты ұлы тұлғалар шықты. Ол 13 ғасырда моңғол тайпаларын біріктіріп, моңғол империясын құрды. Шыңғыс ханның әскери дарыны мен стратегиясының арқасында империя Шығыс Еуропадан Шығыс Азияға дейін созылды. Сол кездегі империяның көлемі қазіргі Ресей, Қытай және Үндістан мемлекеттерінің аумақтарын қосқаннан да үлкен еді. Оның қуаты мықты армия, дамыған сауда және байланыс желілері діни төзімділік арқылы нығайды. Осылайша ол адамзат тарихындағы ең ықпалды империялардың біріне айналды. Шыңғыс хан моңғолдар үшін әлі күнге құрметтелетін тұлға. Оның шын есімі Темүжін. Ол 12 ғасырда дүниеге келді және ішкі қақтығыстардан кейін тайпаларды біріктіріп, 1206 жылы Моңғол империясын құрды. Оның данышпан қолбасшылығы арқасында адамзат тарихындағы ең қуатты империя қалыптасты. Енді Монголияның қазіргі кезеңіне оралайық. Ең алдымен астанасы Улан-Батырмен танысайық. Улан-Батыр Монголиядағы ең үлкен қала ғана емес, сонымен қатар әлемдегі аумағы ең кең астаналардың бірі. Мысалы, Люксембургтың бүкіл аумағы бұл қаланың ішіне сиып кетеді. Бұл елдің ерекшелігін көрсететін деректердің бірі. Мемлекеттің жер көлемі өте үлкен, бірақ халық тығыздығы әлемдегі ең төмендердің бірі. Әр шаршы шақырымға небәрі 2 адамнан ғана келеді. Яғни ауданы Перуден үлкен, Монголияда бар болғаны 3.300.000 адам тұрады. Ал Перуде 33 миллионнан астам халық бар. Бұл моңғолдардың жүздеген жылдар бойы сақтаған көшпелі өмір салтымен тығыз байланысты. Мысалы, қыста Улан-Батыр қаласы ерекше әрі сиқырлы көрініске енеді. Аумағы кең және ауасы таза, Улан-Батыр қыс мезгілінде қалың қармен жабылып, ашық аспанда жұлдыздар жарқырап тұрады. Көшелер мерекелік самдармен жарықтандырылып, суық ауа райы жылы. Азияның орталығында шалғай бір түкпірде кең байтақ таулар мен асқар таулардың арасында әлемнен оқшау орналасқан Монголия елі жатыр. Бұл жер жүзіндегі ең көшпелі
және бірегей мемлекеттердің бірі. Көптеген саяхатшылар мен шытырман оқиға іздеушілердің қиялын жаулаған бұл ғажайып өлке енді сіздің назарыңызға ұсынылады. Қыста Улан-Батыр ерекше сиқырлы көрініске енеді. Аумағы кең, ауасы таза, Улан-Батыр қыс мезгілінде қалың қармен жабылып, ашық аспанында жұлдыздар жарқырап тұрады. Көшелер мерекелік шамдармен жарықтанып, суық ауа райы жылы шарппен қолғап киюге шақырады. Қыс кезінде Улан-Батыр қысқы спортты ұнататындар үшін нағыз жұмаққа айналады. Мұнда жақын маңдағы тауларда шаңғы тебу, сноубордтен сырғанау және шанамен ойнау сияқты белсенді демалыс түрлерімен ләззат алуға болады. Сондай-ақ қалада ашық аспан астындағы мұз айдындары бар. Онда достармен бірге сырғанауға және көңіл көтеруге болады. Бірақ қызық пен сиқырлы сәттер тек қысқы спортпен шектелмейді. Улан-Батырда жергілікті мәдениетті тамашалауға болады. Мысалы, қысқы жәрмеңкелерге барып, дәстүрлі қолөнер бұйымдарын, яғ жүнінен тігілген жылы киімдерді және жонуға арналған дәстүрлі дәмді тағамдарды табуға болады. Көшпелі өмір салтын ұстанатындардың тамағы қарапайым, бірақ құнарлы. Олардың рационың негізінен сүт өнімдері, үй жануарларының еті және бау-бақша өнімдері құрайды. Қиын климаттық жағдайларға қарамастан, моңғол көшпенділері табиғатпен терең байланыс орнатып, өмір сүретін ортасына үлкен құрметтен қарайды. Монғолияны ерекше ететін тағамдардың бірі дәмді балмұздақ. Әсіресе жазда жеген дұрыс. Аңызға сәйкес, моңғол жауынгерлері шөл даладағы жеңісті шайқастан кейін ыстықтан шаршағанда, жас әрі тапқыр жауынгер жаңа түскен қар мен биестің араластырып, алғаш рет балмұздақ жасап, жасақты сергіткен. Бұл қоспа тоңазып, дәмді мұзды массаға айналып, моңғол балмұздағын дүниеге әкелді. Осылайша бұл тағам моңғол мәдениетінің шығармашылығы мен жаңашылдығының символына айналды. Моңғолияда әлемдегі ең ерекше сусындардың бірі қой көзінен жасалған шырым бар. Бұл сусын әдетте маскүнемдіктен кейінгі жағдайды жеңілдету қасиетімен танымал. Ол қызанақ шырыны, сірке суы және басты ингредиент қойдың көзінен дайындалады. Кейбіреулерге оғаш көрінсе де, бұл сусын Монғолияда ерекше дәмі мен денсаулыққа пайдасы үшін бағаланады. Оны дайындау моңғол мәдениетінің маңызды бөлігі, әсіресе дәстүрлі мейрамдар мен салтанатты шараларда. Қой көздері қызанақ шырыны мен сірке суына қосылып, сергітетін әрі күш-қуат беретін сусынға айналады. Адамдар оны думанды тойлардан кейін күш жинау және шаршаған денені қалпына келтіру үшін ішеді. Моңғол мейрамдарының ішінде қысқы фестивальдер ел өмірінің маңызды бөлігі. Бұл мезгілде қалаларда концерттер, шерулер және дәстүрлі би қойылымдары сияқты мәдени іс-шаралар өтеді. Ең танымал фестивальдердің бірі ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл мейрамы Цаан Сар. Бұл күні отбасылар жиналып, арнайы салт жоралғылар мен мол дастархан басында бірге атап өтеді. Монғолиядағы саяхатымызды жалғастыра отырып, осы кең байтақ көшпелі елдің ең сиқырлы мекендеріне, ұлан-ғайыр жазық далаларға назар аударайық. Бұл жасыл жазықтар көшпенділер мен олардың жылқы яки қой сияқты үй жануарлары үшін жайлы мекен. Мұнда нағыз моңғол мәдениетін сезініп, табиғаттың жабайы тыныштығы мен еркін өмір салтын шынайы бағалауға болады. Монғолиядағы ең әйгілі аймақтардың бірі оңтүстікте орналасқан Гоби шөлі. Бұл өңір табиғи ерекшеліктермен және бірегей көріністермен Монғолияның символына айналған. Бұл Азиядағы ең үлкен әрі құрғақ шөлдердің бірі. Бірақ ол тек қуаң дала емес. Оазистерді,
шатқалдарды және ерекше жартасты жыныстарды да жасырады. Монголия қазба байлықтарға толы өңір ретінде әлемге танымал. Себебі миллиондаған жыл бұрын бұл жер динозаврлар мен басқа көне тіршілік иелері үшін жұмақ болған. Қуаң климат пен кең шөлдер ежелгі тіршілік иелерінің қалдықтарын керемет сақтап қалған. Сондықтан Монголия палеонтологтар мен тарих сүйер қауым үшін нағыз қазына. Монголиядағы ең әйгілі археологиялық жаңалықтардың бірі Гоби шөлінде табылған Тираннозавр рекске ұқсас терапод динозавры. Бұл әлемде табылған ең толық әрі жақсы сақталған үлгілердің бірі және динозаврлар эволюциясын зерттеуде құнды мәліметтер берді. Сондай-ақ 2018 жылы Гоби шөлінен 75 миллион жыл бұрын өмір сүрген көне сүтқоректінің бас сүйегі табылды. Монголия динозаврлардың жұмыртқаларымен де танымал. Бұл қазба жұмыртқалар елдің бірнеше аймағынан табылып, ғалымдарға динозаврлардың эмбриондық дамуы мен көбею әдеттерін зерттеуге мүмкіндік берді. Монголияның солтүстігінде елдегі ең үлкен әр көрікті көлдердің бірі Хözgöl көліне бара аласыз. Бұл көл мөлдір суымен, жасыл жағалаумен табиғат аясында демалуға тамаша орын. Сондай-ақ құстардың ұшып өтетін бағыты бойындағы маңызды паналау аймағы болғандықтан, мұнда түрлі құс түрлерін тамашалауға болады. Монголияның тағы бір ерекше табиғи нысаны елдегі ең ұзын өзендердің бірі Керлен өзені. Бұл өзен моңғол далалар мен тауларының арасынан ағып, көз тартар көріністер жасап, жергілікті қауымдастықтарды сумен қамтамасыз етеді. Монголия туралы білу керек маңызды мәлімет оның қатал климаты. Мысалы, Улан-Батыр сияқты қалаларда қыста температура -30 градусқа дейін төмендейді. Сондықтан жылы киініп, үсік шалудан сақтану үшін қажетті шаралар қабылдау өте маңызды. Ауа райы қандай болса да, Монголияға барсаңыз, Шыңғыс ханның ат үстіндегі әлемдегі ең биік мүсінін көруді ұмытпаңыз. Бұл ескерткіш Улан-Батырға жақын Сонжымболдық өңірінде орналасқан. Ол Шыңғыс хан мүсіні немесе болаттан қиылған Шыңғыс хан деген атпен танымал. Бұл алып мүсін аты аңызға айналған моңғол қолбасшысының ат үстіндегі бейнесін көрсетеді және әлемдегі ең ірі ат мүсіндерінің бірі. Биіктігі шамамен 40 метр, кешен құрамында мұражай мен мәдени орталық бар. Бұл ғаламат архитектуралық туындыны көру нағыз әсерлі сәт, бірақ қыстың суығында ауа райының күрт нашарлауына байланысты туристерге бару ұсынылмайды. Монголия қыста қатты суығымен танымал болғанымен, жылына 260 күн ашық болатын ел ретінде де белгілі. Сондықтан Монголияны көк аспан елі деп жиі атайды. Бұл табиғи ерекшелік елдің бірегей әрі әсем бейнесін толықтыратын факторлардың бірі. Монголияда ең кең таралған дін Тибет буддизмі. Оны халықтың шамамен 53% ұстанады. Буддизмнің ықпалы күшті болса да, шаманизм мен тәңіршілдік сияқты көне нанымдар да сақталған. Ресми түрде халықтың 8% ғана буддист деп есептелсе де, бұл діннің моңғол мәдениеті мен күнделікті өміріне әсері зор. Монголиядағы алғашқы Будда ғибадатханасы 1586 жылы салынды. Бұл оқиға елдегі діни дәстүрдің бастау ретінде ерекше мәнге ие. Монголияны шынымен ерекше ететін құбылыстардың бірі көшпелі өмір салты. Көпшілікті қызықтыратын сұрақ: Монголиядағы көшпелі өмір қандай? Мұны түсіну үшін мынаны елестетіп көріңіз. Әр таңды табиғат аясында биік таудың етегіндегі юрт атты дәстүрлі күз үйде оянасыз. Төңірек жабайы табиғат пен ғажайып көріністерге толы. Бұл идиллиялық сурет
дәстүрлі өмір салтын ұстанатын монголдардың шынайы шындығы. Олар малдарының көші қонына ілесіп, маусымдық өзгерістерге бейімделіп өмір сүреді. Юртаның ішінде оянғанда таулы таза ауаның иісімен шатырдың жарық саңылауларынан түсетін алтын сәуле күннің басталғанын білдіреді. Отбасы таңғы ас дайындау үшін ағаш пештің маңына жиналады. Көшпелі қоғамда таңғы ас қарапайым бірақ қуатты тағамдардан тұрады. Мысалы, яқтың сүті күнделікті шаруаға күш беретін негізгі өнім. Ас ішкен соң отбасы мүшелері күнделікті міндеттеріне кіріседі. Кейбіреулері мал бағуға далаға аттанса, басқалары юртаны жөндеп, үй шаруасымен айналысады. Монғолиядағы көшпелі өмір үнемі қозғалыста болуымен және табиғатпен тығыз байланыста өмір сүрумен ерекшеленеді. Бұл өмір салтында әр күн жаңа сынақтар мен қызықты оқиғаларға толы. Бұл моңғол көшпенділерінің күнделікті тіршілігі. Олар әлемдегі ерекше халықтардың бірі. Байырғы дәстүрлерін сақтап, қатал климатқа бейімделе білген. Көшпелі өмірдің негізі мал шаруашылығы. Жылқы, қой, ешкі, яқ және түйе, азық-түлік, сүт, жүн, тіпті көлік көзі. Бұл жануарлар қатаң табиғи ортада тіршілік ету үшін таптырмас серіктер. Қозғалыс еркіндігі көшпелі өмірдің басты белгісі. Көшпенділер жаңа жайылым мен таза су іздеп, маусымдарға байланысты көшіп жүреді. Көктем мен жазда жайылым мол болғанда, олар таулы, биік аймақтарда қоныстанады. Күз бен қыста қар басып, табиғат қаталданғанда, желден қорғалған сайларға көшеді. Монғолдардың дәстүрлі киіз үйі гер, немесе юрта, көшпелі шаңырақтың символы. Дөңгелек тасымалдауға ыңғайлы бұл құрылым, жүннен жасалған киізден жасалып, оңай жиналып, тез қайта орнатылады. Юртаның іші қарапайым, бірақ жылы әрі ыңғайлы. Мұнда төсек, үстел және қыстың суығында жылу беретін пеш сияқты қажетті жиһаздар ғана болады. Монғолиядағы көшпелі мәдениеттің арқасында көптеген елдер үшін таңсық дәстүрлері сақталған. Соның бірі көшпелі неке дәстүрі. Халық үнемі қозғалыста болғандықтан, ер адамдардың аң аулау, жаңа қоныс табу сияқты ауыр міндеттері көп болды. Көбісі жолда адасып немесе қауіп-қатерден қаза тапты. Осы себепті әйелдер күйеулерінің қамқорлығынан айырылып отырды. Осы жағдайларға байланысты моңғол тектес және қазірде Монғолияның кейбір аймақтарында тұратын мосоулар әйелдер патшалығын құрды деген болжам бар. Мосоулар Қытай мен Монғолия шекарасындағы шалғай. Көркем ауылдарда шамамен 40 000 адамнан тұратын көшпелі қауым. Олардың қоныстары адам аз тұратын аймақтарда орналасқан және көшпелі өмір оларға көне дәстүрлерін сақтауға мүмкіндік берген. Мосоуларда ересек жасқа толу салтынан кейін қыз-келіншектер өз қалауларымен сүйіктілерін таңдауға ерікті және өмірінде қалағанша серіктес бола алады. Мосоулардың жұптары бірге тұрмайды, ал балалар тек ананың отбасында өседі. Әке рөлін ананың ағалары мен бауырлары атқарады. Бұл дәстүрдің сақталуына көшіп-қонудың тұрақсыздығы, ер адамдардың жиі қаза табуы және өмірдің қауіп-қатерлері себеп болған. Саяхатымызды жалғастырмас бұрын бір сәт ойланып көріңіз. Сізді ең қатты не таңғалдырды? Монғолияға барыңыз келе ме? Бейне жазбаны кідіртіп, пікіріңізді қалдырыңыз. Бұл бізге қолдау көрсетіп, қызықты контентпен бөлісуді жалғастыруға көмектесудің ең жақсы тәсілі. Сондықтан сізге шексіз алғысымыз. Бейне жазбаны жалғастырмас бұрын лайк басып,
арнаға жазылуды ұнытпаңыз. Монголияға келушілер саны көп болмаса да, және ол танымал туристік бағыт болмаса да, оның болмысы мен ерекшелігін зерттеуге тұрарлық. Монголиядағы ең қызықты нанымдардың бірі Бурхан Халдун қасиетті тауына қатысты ырымдар. Бұл тау Шыңғыс ханның туған жері деп есептеледі, және қасиетті, қорғаушы күшке ие деп саналады. Моңғол дәстүріне сай, тауға оң қолмен тию, сәттілік пен жаман рухтардан қорғаныс әкеледі. Жақында 1990 жылы Монғолияда бейбіт революция болып, коммунистік режим аяқталып, ел демократиялық жүйеге өтті. Бұл саяси өзгеріс Монғолияның тәуелсіз және егемен ел ретінде халықаралық деңгейде танылуына үлкен серпін берді. 1999 жылы ел Біріккен ұлттық ұйымға қайта өтініш беріп, толық құқықты мүше ретінде қабылданды. Монғолияның жаугерлік тарихы теңдессіз. Сондықтан кейбір ерекше, тіпті даулы дәстүрлер сақталған. Соның бірі қалыңдықты ұрлау, немесе неке ұрлығы деп аталатын көне дәстүр. Бұл рәсімде ер адам өзіне жар болуын қалаған әйелді еркінен тыс алып қашып, үйіне әкеліп, той рәсімін өткізуге хақылы болған. Бүгінде бұл дәстүр заңмен тыйым салынғанмен, кейбір шалғай ауылдарда оның ізі әлі кездеседі. Монғолиядағы тағы бір ғасырлық дәстүр бүркіт пен аң аулау. Аңшылар алтын бүркіттерді үйретіп, түлкі мен қоян сияқты жабайы жануарларды аулау үшін пайдаланады. Бұл дәстүр Алтай аймағында сақталған және моңғол мәдениетінің маңызды бөлігі. Моңғолдардың ерекше жаугерлік өмір салты шілде айында өтетін Надам фестивалінде көрініс табады. Бұл мереке ер азаматтың үш басты шеберлігін күрес, садақ ату және ат жарысын қамтиды. Түрлі түсті салтанатты мереке елдің түкпір-түкпірінен және шетелдерден келген адамдарды тартып ұлттық тойға айналады. Егер Монғолияға баруды жоспарласаңыз, бұл шынайы көріністі міндетті түрде көріңіз. Міне осы жерге жетсеңіз, бейне жазба сізге ұнағаны бізді қатты қуантады. Егер солай болса, пікір жазыңыз, лайк басыңыз және бейнені достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі бейнені өткізіп алмаңыз, ол да сізге ұнайтынына сенімдіміз.